Hayırlı kiş, hürmetli cemaat. Kileşek yanğa yol bilen sizni. Uңышlar. Иң birinci isenlik. Mine kimdir aytты mine bik akıl söz ol нәрсә ди. Сорыйсыз мәсәлән ди Аллаһ Тәгаләдән ди бер акчамы нәрсәме? Иң беренче сорагыз ди сәламәтлек ди. Шуннан соң шуны сорагыз ди. Чөнки сез ди хәзер сорыйсыз шул ди акча ди. Байлык ул бирә ди, әтигене тартып ала ди. Бәлки хак сүзләрдер ул менә. Теге кеше кайсы вакытта шул теге бер максат куя да шула онтыла менә мин инде шул нәрсә дип ахырында үзе дә инде шатланмый кызганычка каршы. Менә ничә кеше кайсы вакытта теге базарда бит сөйләшеп торасың, зарлана. Менә бүген бер нәрсә сатып булмады. Мин әйтәм анарга, менә ана тегендә ничек инде җир асты үтә торган подземный переход урысча әйтмешләр утыралар бер сукыр. Менә беләсеңме әйтәм, әгәрдән бер күзе күрә башласа, ул үзен иң бәхетле кеше дип санар иде. Ул сезме әйтәм, кайгырып утырасыз менә. Бүген акча кермәде. Теге спорт шул ярышка әйләнә кайсы вакытта кеше акча ясыйм дип. Ике күзең күрә, ике колагың ишетә, ике аягың эшли, ике кулың эшли. Hatta kaysı vaqtda tutunalar meni tege үртәргә. Хәзер инде көнләшсә bir Азербайҗан малае карт дигән булып, тагы кемдер ниткән була. Мин карадым да базарда карасам бер егет урыс малаемы, бер кулы юк. Мен әйтәм, я менә безнең йортта әле әйткәнем 8нче подъездда коляска белән чыга яшь егет. Менә кем карт ул? Минемчә кеше исән 90 яшьтә дә гәрдә йөгереп йөрсә, үз аягында үз куллары эшләп, колаклары ишетеп, күзләре күреп, минемчә ул яшь кеше дип. Бездә тотыналар шул яшь. Ул кешене кимсетергә тик тырыша. Әйтәләр бит, чтоб аның нинде дәрәҗәсендә на его уровне чтоб приподняться, тотыналар менә ләкин бул кешене кимсетергә менә аңламыйм инде кайсы вакытта шул теге. Бәлки ул кеше шуллардан башка горурланырга, сокланырга бер нәрсәсе юк мәллә кайсы вакытта. Менә чит илдә мәсәлән ул бер кайчан да нитмиләр. Игътибар итмиләр, аны кешене кимсетү дип санала. Бездә тотыналар менә ничек инде менә. Ул һәр кайсы мәсәлән кеше яши инде. Әле сокланып карамыйлар, көнләшеп. Мин ал яшькә җитерменме дип бер дә уйламыйлар. Мактанып әллә кем булып, әле бер теге пединститут шул теге ашханасында торганда бер шустрый егет килде дә, аны мин тулай торганда торгач мине беләләр инде. Алдымнан тыгылып киреп китте әллә кем булып нәрсә. Шунасын нәрсә дидене сөйләшеп киттем, әйтәм, минем яшькә җит әле. Ул мактанып, мин җитермен әле синең яшеңә. Син җит әле минем яшемә. Мен әйтәм, менә булар әллә кем булалар икән, кара, имеш. Теге әле күп мәнә барам, мәсәлән, мин вакытында теге әле вакытта танылган журналист булган идем. Зиратка барган идем. Бер хатын кыз bir миңа инде яше анага да килешә инде. Яше белән. Шулай миңа урысча әйтәләр бит, укоризненно нәрсәме көнләшеп карап куйды. Карасам баласы минем яшьтә якын шунда ята икән. Мин уйлап торам, син балаң анаңны уйладымы ул менә вакытында? Ана гәрләнәчәк, ана кызганып кайгырып ятыр дип уйлар дип менә шулай дип уйлыйлармы? Юк, алар ул 90нчы елларда акча кудылар, байым диделәр. Шулай алар тик урысча әйтмеште, Кидалова бер күрше килеп баракта торган әйтә. Безнең заводта ди бер машинаны ди запчастлар белән чыгарып җибәрсә ди, 3 бүлмәле фатирның акчасын бирәләр аңа ди. Күрдеңме нәрсә? Мине ди ул әйтә, Мәскәүдәме кайдандыр ди, мин аларга ди шул 3 бүлмәле фатирның акчасын шундый хатта күчергән идем ди. Мине алдадылар, кинули ди. Менә шулай инде булды.
тігі лотерея кібік. Вақтында Зяп поселогында бистәсінде шығарғанлар алар тігі. МММ кібік башта. МММ болмаған не уақытта. Алар шу 80-ші жыллар ақырларында почташа кішілер оладыр. Алар енді кіші ышанып шул қатнашадыр. Алар мені тігі журналистикам біліп, көрші тулай тұрақта тұрғаш, мен неше тапқыр меңа енді мүрәжағат еттілер. Қатнаш, байысың. Мен айтам, егітлер меңа бушқа келген нәрсе керек ме? Бушқа келген ол түбі де шулай міне мәселен. Ағаш шекілі. Ол тамыры болмағаш, тамырында кіші ауыр келген нәрсе ол. Қадырын да біле сақланады. Жеңіл келген, сіз міне ақыллы кішілер енді. İhtibar itkensizdir. Жеңіл келген нәрсе жеңіл кетеді қала. Жеңіл келген кете, жеңіл. Тырышып сен ақша табасың мәселен. Сен аны қадырын біліп, сақлап, шутлап, әр копейкін қадырын біліп, аны тұтасың. Қайсы уақытта міне бушқа келген әлі көрсеткенлер телевизордан неше ел элек Уфада бір неде хатын енді міне. Әлі башқұрт хатын, әлі татар хатыны. Неше миллион, бәленбай миллион, дистелер миллион ұтқан екен лотерейден. Енді аны 1-2-3 жылдан соң тігі шул журналистлар башта бит ол тігі көрсеткенлер аны. Реклама мақсаты білен. Енді қазір барып шыққанлар не халде яшейкен? Білесіз ме жамағат? Арақы ішіп, бушқа келген ақшан туздырып, әлләнде сүйеркелері білен ішіп, тузып, енді бомжаға айланып, ақшалары бітірге қалған. Міне шулай ол бушқа келген, ол шайтаннан келген бушқа. Бір қашанда міне алданмасқа керек менің фикірім бойынша. Бушқа келген. Әгер де бушқа келді, садақа. Ол Аллах Тағала айтқан, садақа ләғнәтімнен құтқарыр де. Келді ақша, білмейсіз мәселен, сіз әні мәселен таптығыз маны, қожасын таба алмайсыз. Тағы ненде бір ақша, жеңіл ақша келді. Садақа берігіз мұқтаж кішілерге. Ол сізге бәлки не хайырлыға болыр. Ауыл қайсы уақытта міне тігі шатландыра кішіні бір нәрсе. Түбі ақыры көңілсіз бола. Міне бір сөйледім менде бір шақта. Кипр отырауына барғанда бір жершінің қызы біз білен барды. Неше ел ұзғаш ештім. Анасы кішкене тігі жеңіл машинада бәріліп қалақ болған. Енді ғафу етіңіз, өлген енді. Бұл қыз исен қалған, өзінің мұның қызы тігінің ұнығы енді исен қалған. Жарақатленгенлер. Бұл енді дүнияны қалдырған. Мен ойлап тұрам. Мен фикір бойынша ол аны сатып алмады. Аны тігі бір зор предприятие, спонсорлар ярдәм етіп, мұнарға бөлек етіп берділер. Ол сатыланғандыр енді міне машина бар деп. Көрдіңіз ме түбі ақыры нәрсе. Шын айтасы келе хайырлыға болсын, әр келген нәрсе хайырға болсын деп сұраға керек. Шынки ол міне әдем баласы ол шатыланған бола. Қайсы уақытта кіші қойғыға де, ол яқшыға келіп шыға юрарға керек. Қайсы уақытта яқшы де бекінеті. Ол қызғаншыға қаршы керісінше көңілсізлік кетірі. Шына көрі айтасы келе. Әр қайсының тігі біз қабатлап айтам бер, ап айтқан алды арты хайырлы болсын. Шына көрі, әгер де сізге бір шубаға түшті, алды арты хайырлы болсын, хайырлыға болсын деп кірдімі не? Шул бізде, біздің татар халқында ғасырлар бойына бұладыр шундай ғадет, садақа беру мәселен, ярдам етерге шундай. Міне білесіз ме, қысқа ғана айтайым да, менге ақшасыз азапланған ем, менге шунасын Қазаннан мы журналист боларақ көп ете ақша беруге шақыртқанлар. Шул күнні ұшыратты бір 2 малайны, абый берәлі ақша нәрсе деп. Бұтан күнлерде ақшам болмағанда ұшырамайдыр. Мен аларым айтам, ипи деп бұтанысы алырсы деп, кибітке барып, тігі колбаса, консерві нәрсе алдым да. Мен айтам, бұл Аллах Тағала жібергендір, мен сынап. Шайтасы келе, хайыры болсын келген нәрсені. Исен сау тұрғыз, яңа ел білен. Оңышылар сізге.